Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін өте нәзік және оңай дайындалатын шоколадты рулет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерде осындай керемет болады дегенге өзім гарантия беретін боламын. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қант, ұн, какао, крахмал, қамыр қопсытқыш, шамалы сүт және де май. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып аламыз. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағын, яғни белокты саламыз. Үстіне қантымызды салып миксерлейміз. Осындай планетарный миксер болуы шарт емес, яғни қол миксермен де жасасаңыздар болады, достар. Ең бастысы ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Біздің жұмыртқаның ағы әппақ қою осындай көбік болғанша миксерлейміз, яғни өзінің формасын өзі ұстап тұратын болғанға дейін. Кейіннен миксермен жұмыс жасамаймыз. Жұмыртқаның сарысын саламыз, сұйық майымызды және де сүтімізді құямыз. Лопатканың көмегімен төменнен жоғарыға қарай басып алмадан араластырамыз. Араласып жеңілдей бастаған кезде үстіне қалған ингредиенттерді кезегімен салатын боламыз. Яғни електің көмегімен. Електің ішіне өлшен қойған ұн, какао, крахмал және де қамыр қопсытқышымызды саламыз. Електен өткіземіз және де лопатканың көмегімен біздің қамырымызды басып алмай төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырамыз, біркелкі қамыр болғанша. Бізде андай жеңіл массалы сондай қамыр шығады. Оны біз арнайы кондитерлік қалташаға құйып алып, осылай құйып шығамыз. Егер сізде кондитерлік қалташа жоқ болса, бұл маңызды емес. Ортасына құйып, теңдей бөліп жаймалап шықсаңыздар болады. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. 15 минуттан көп ұстамаңыздар, қатты болып қалады. Толығымен 15 минутта біздің бисквитіміз піседі. Кейіннен келесі бір пергамент қағазға төмен қаратып қойып, пергамент қағазын алып, бетін сүлгімен жауып қоятын боламыз. Біздің бисквитіміз кеуіп қалмауы керек. Кремімізді дайындаймыз. Бізге творожный сыр, сливки және сахарный пудра керек болады. Творожный сырға сахарный пудраны салып миксерлейміз бірінші кезекте. Екеуі бір-бірімен толық араласқаннан кейін салқын қою 33% сливкимізді құямыз. Миксерімізбен тағы да миксерлейміз. Крем жасаған кезде, достар, міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болу керек. Дымқыл, майлы ыдыста крем жасасаңыздар, сіздерде крем шықпай қалады. Сондықтан ыдысыңыздың құрғақ болуына міндетті түрде көз жеткізіңіздер. Араластырамыз. Бізде қою крем шығады. Осындай жаңағы салқындап тұрған бисквиттің үстіне біз кремімізді жаймалап тегістеп жағып шығамыз, барлық жеріне біркелкі етіп. Ортасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі жеміс-жидектер қойсаңыздар болады, немесе шоколадты бөлшектерге бөліп салсаңыздар болады. Мен осы жолы ортасына ештемеде салған жоқпын, тек қана өзін орадым. Осылай қатты тартыңқырап ораймыз және де тоңазытқышқа салып қоямыз. Сливкиді қатты болып ысыттым. Үстіне Қазақстан шоколадын салып араластырамын. Бізде шоколад толығымен еріу керек. Ерігеннен кейін тоңазытқышта шамамен 30 минут тұрған салқындаған жаңағы рулетіміздің үстіне шоколадты қалауыңызша жағып шықсаңыздар болады. Мен екі рулет ұзын болғандықтан ортасынан екіге бөлдім және де шоколадты толықтай жағып шықтым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Біздің рулетіміз дайын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.